Ассалаумағалейкум. Мен Қожауыз каналы админы, жүргізушісі Ғанияза Гүлайым боламын. Бүгінгі ұшырасуға рұқсат бергеніңіз үшін, шүлкемлестіргеніңіз үшін дөңгелек стол болды енді. Рахмет. Телеграм каналым арқылы постыларды қызықтырып жүрген, жауабын таба алмай атырған бірнеше сұрауларым бар. Сол бойынша сізге сұрау беріп жақпан. Жол патрульдік қауіпсіздік қызметі болғаннан кейін бірге өткермекшіміз. Парақат өзінің келісімін берді. Бұл сәубетті мен кейіншелі телеграм каналымда һәм YouTube каналда жариялаймын, ескертіп атырмын. Әмеңізді. Енді Шерзат Нәбиевич, сіздің келгеніңізге жарты жылдай болды. Қырғызстан Республикасына қызмет бабында жол қауіпсіздігі тарауының басшысысыз. Қош келдіңіз дейміз. Қаншелі дәрежеде мен бірінші сұрауым, Қарақалпақстандағы жол патруль қызметі қауіпсіздігі тарауына тиесілі машқалаларды сіз қаншелі үйреніп шықтыңыз осы 6 ай ішінде? Маған әлі келішін енді 6 ай бұған ел, бұл турой дамыт етті. Шамасы менен дедім. Туройла болды, енді yol harakat hizmeti bo'yicha rahbarlar tomonidan shu lozim to'p qo'yildik. Endi hamma hududlarga borib o'rganilyapti, yo'llarni o'rganilyapti, shu hududlar o'rganilyapti. Bizani yo'l transport vositalalarini o'sha kelib chiqishi sabablari o'rganilyapti. Ana yuqorida prezidentimiz tomonidan ham o'sha yig'ilish o'tkazilganda o'sha prezident qarorlari chiqdi, shu bilan bu yo'nalishlar bo'yicha har bitta tumanga borgan tuman hokimliklari bor, ular bilan uchrashildi, yo'l xaritalari qilindi. Yo'llarimiz o'sha xavfsiz bo'lishi uchun fuqarolarimiz shu aholimizga qulaylik yaratish maqsadida yo'l xaritalari ishlab chiqib hozir ijroga qaratilgan. Mana ko'radigan bo'lsangiz, mana biz A380 yo'limiz bor, xalqaro ahamiyatli yo'llarimiz remont ishlari ketyapti hozir. Mana o'zi ancha ishlar qilinyapti. Ana Xo'jayli tumanida ko'prik qurilyapti, bilsangiz agar. Xo'jayli tumani A380 da u ham o'sha Xo'jayli shahar o'zida o'sha transport vositalari ancha tirband bo'lib qolyapti. Sababi o'sha ko'prigimiz hozirda remont talab qolgan, hozir qayta rekonstruksiya qilib ishlar ketyapti. Chunki tranzit mashinalarimiz majbur Xo'jayli tumani ichidan o'tyapti. U tomonlari bor, yana Qo'ng'irot tumanimiz mana o'sha 380 yo'limiz, ya'ni o'sha bino yo'limiz deymiz, o'sha yerda 240 kilometrlik yo'l tayyor bo'ldi. Kiritildi. Uni ham o'sha yo'l belgilar, tegishli yo'l chiziqlar chizildi. Uni boshqa ishlar tashkillashtirildi shu bo'yicha. Rahmet. Nukus qalasi poytaxtimizda үйреніп chiqdingizmi? Nukus shahardan o'rganib chiqdi. Онда Nukus қаласының орайында бұл машқала көптен бері бар. Кешегі 4 айдан бұрын, кеше пайда болған жоқ. Сол базар бар екен. Кармашка остановка ашылғалы бері сол машқала бар. Енді кешірерсіз, сіздің басшылығыңыздағы 3-ші басшысыз сол машқаланы көріп кетірған. Сол жерде кармашкада такси тоқтау орны бар. Қадаған етілген белгі тұрыпты. Бірақ таксистер тоқтайды, капотын ашып қойып тұрады. Мына таксилерді жоқ қылатығын мәрт бар ма екен? Мен бұны бірнеше мәрте өз каналымда шығарғанмын. Тиесілі тарау қызметкерлері, яғни налог, транспорт министрлігі, сіз жол қауіпсіздігі тарауы үйреніп шығылуы шарт еді. Ол жерде сіздердің ГАИ инспекторлар деп айта берейін, халық тілінде ГАИ дейміз біздер. ГАИ инспекторларың сол жерде нәубетте тұрады. Яғни пост деп айтыла ма? Пост бар. Қызмет дислокациясы бар сол жерде. Бірақ ол машиналар постоянно сол жерде қазір барсағам тұрыпты. Ол жерде алжаспасам жол сары сызығы да бар. Тоқтау қадаған деген. Бір қапылғанда 15-20 машина тұрады сол жерде. Енді қызық жері халықтың арасында да гәп бар. Бұл жерде бұрынғы ішкісілерден шыққан, пенсияға шыққан, яғни қандайдыр басқа жақтан қызмет бабынан кеткен қызметкерлер, пенсионерлер, гайдан шыққанлар тұрады деген гәп бар, тастиқланбаған. Енді оны тастиқлау имканиятым жоқ, машинаның иесі кім екені белгісіз. Бірақ мен айтып атырмын, мен жүдә жетік қанек емеспін жол қағидалары бойынша. Бірақ мен жол
транспорт басқара аламын, құқығым бар. Ол жерде капот көтеріп тұрыпты. Біздер бірнеше мәрте айтылды, ол сұрау берілгенде, ана жерде камера іске түскенде алады дейді. Камера іске түсемен дегенше сол жерде бір зат болып қалса, мысалға да тұрған машинда, я адам қағылады, я машин транспорт қағылады, бір нәрсе болып қалса кім жауап береді біріншіден. Екіншіден, капотын көтеріп тұрған машинда, значит, насазылық бар деген сөз. Транспортта, дұрыс па? Капотты, я багажникті ашып қойса. Неге ана 3-3 белгі бар ғой? 320 деу белгісі. Аварийный. Соны қоймайды олар. Егер машин транспорты насаз болып тұрған болса. Қачан bo'lgan shu holatlar? Қазір? Hozirgi bo'lmasa kerak, o'z mashinani. Ya, пожалуйста, қазір барайық сол жерде. Выездной қылайық, көреміз сол жерде. Ол күнделікті болып жатқан нәрсе, кешірерсіз орынбасарларыңыздың хабары бар. Shahar начальнигі mana Oybek. Bor ishlabsan-a? Ishlabsam, yozib olyapsan topshiriqlarni, ba'zi savollarini. Shu bo'yicha o'zing nazoratga olasan, tushundingmi? Mana bularni anosi e'tirozlari. Не үшін сол жердегі таксистler сапастырылмайды? Ал сұрау. Ishlaydi, bular ishlaydi. Bo'yicha topshiriq olgan. Gulay апа, shu yerda bir qo'shimcha qosib ketsam qalay qaraysizlar? Endi jasratning yeri yo'q, har kim bola chaqa boqaman deb ishlaydi. Hech qanday jasrat yeri yo'q-da. Biroq bola chaqa boqqanda nizomga bo'ysunu kerak. Nizomga bo'ysunu. Men soni aytdim. Soni nizomlashtirib, imkoniyat yaratib berishimiz kerak. Yo'q, kechirasiz. Men Gulay apа aytib olayim. Eshitib sizda. Endi men aytayin deganim, men o'zim ham shoferman. Men ham mashina haydayman. Lekin taksi xizmat qilmayman. O'zimning жұмысым бар, isblenmelik жұмысым бар o'zimning alohida. Men aytayin deganim, bu yerda 3 polosali yo'l. 3 tasmali yo'l deb aytiladi. 327 yo'l belgisi qo'yilib turibdi bu yerda. Mening usunusim Gulay apа o'rinli masalani ko'tarib o'tiribdi. Gulay apaga rahmat. Biroq no degan yeri bor. Ular ham bola chaqasini boqib kerak. Сол 327 yo'l belgisining o'rnina 328 yo'l belgisini o'zgartib bersak, bir maksga muvofiq bo'ladi deb hisoblayman. Sebebi ular ham 1 so'm uchun, 2 so'm uchun shu yerda bola chaqama bir kechda bir aparaman, 2 nonni ko'tarib baraman, 2 churak aparaman deb azam menen yo'lga chiqadi ular. So'ngishib qo'ysa bilaman. Endi men bilayman, u yerda avtotransportlarning tig'iz yer bu uchun. Ag'imi Себебі kesіліспе. Lekin hazram ne turibdi, dұрыс айтып отыр Gulay апа. Turibdi. Endi ne qilу керек? Ularga da misalga bozordan qasına men bayağıda 2019 yıl осы мәселені көтергенмен мен сол кезде Маденов Полатаға мұрын басты кезінде басқа бір кезінде мен 2019 жыл үлкен мәселе қылып, үлкен жиналса көтергенмен да сол кезде маған жауап беріп еді. Біздер сонменге шығып жатырмыз, хатпенен стоянка мәселесін, шөлкілместіріп беру мәселесін ilgari sürüp atırmız, Xudo xalisa hareket qilib atırmız edi. 2019'dan beri 6 yıl o'tdi. 6 yıldan beri bir taksi uchun yamasa yengil bizlerning qo'yib ketu uchun imkoniyat yaratib berilmedi. Riskayimiz tarafından. Misalga da endi kim yaratib beru kerak? Riskay yaratib bermese, bizler meseleni ko'tarib chiqmasak, endi ular ham bola chaqani boqib kerak degan mening usunusum бар да. 328 o'zgartib bersek, alim gulsin. Бала шағасын бір 50 машин, я 100 машин бағу керек емес қой. Қазір о жерге рұқсат берсеңіз, бұлар айтқандай, о жерге 500 машин келеді, таксис. Нөкісте машин көп. О жер ең кесіліспе, һәм ең тығыз адам пешеход, яғни өтетіғын жер. Машин өтетіғын жер. Жоғары болған аймақта о жер. Ауа, час пик уақытта ұлыма пробка болады ол жер. Həmmemiz біліп Егер ол жүрміз. жерге такси айдаушыларына рұқсат бергенде болса, Соны ол жер айтамын. ұлыма Енді лицензия алған такси бір жерде тұрып пассажир жинасын деген жер жоқ. Таксистің стоянкасы болсын деген тәртіп жоқ меніңше. Лицензиясы бар, ол қай жерде нөкіске тәсір ете ме, нөкіс аймағында жүріп ала беру керек. такси айдаушыларына өзі адам алып, адам түсіруге рұқсат етілген. Моторын өшірместен. Жүк алып, жүк түсіруге рұқсат етілген, белгіленген уақытта. Бірақ тұруға Ол болмайды. жерде тәртіпке салу Endi бойынша mana bu hamma gaplaringiz to'g'ri, mana e'tirozlaringiz to'g'ri, ko'p chiqdingiz. Ana ikkinchi tomondan qarash kerak-da ana. Endi ana sal nariroqda stoyanka tashkil etilgan, to'g'rimi? Бір айтайын жақпан кешірсіз кәпіңізді бөлдім. Ненің бұл корзинканың артында сіз айтқан стоянка, 4 этажlı стоянка бар. Біздер 500 метр жүруге ерінет халық. Shuni sizlar ko'tarib chiqinglar. Кешірерсіз, баяғыда остановкадан остановкаға дейін жүретін еді адамдар, қалеген жерінде тоқтатпайды оны еді.
Endi tartibda. Men Hozir shuna boy gapingiz bo'ldi. Shu holat kelganda men o'rganganman. O'sha 4 etajliq endi 4 etaj qapliganda chiqib, eng yuqori tepasiga chiqib ko'rdim. he, Bemalol mashina ketadi yerga. tirbandlik yo'q. Ha, tirbandlik bo'lmaydi. Bemalol xavfsiz. Mashina o'sha yerga qo'yish kerak-da. Kelib bozorlik qilib, yana o'sha yerga chiqarish kerak. Taksi ham shu yerdan olib Buni kelsa bo'ladi. xalqqa o'sha sizlar bir yoritib beringlar. O'sha men yoritib stoyanka oldi stoyanka ham bor. Ichkarida o'sha aytgandek qavatli stoyanka ham turibdi, 4 qavatli stoyanka ham turibdi. Men erinmay o'zim chiqib tushib ko'rdim. Sherzda Bemalol mashina ketadi-da, uni. Men endi buni odamlar xalqqa tushuntirish kerak. Mana shu yerda stoyanka bor, xavfsiz birinchidan, boshqa birovga xalaqit berilmaydi. Kiradi, masalasi yechadi, yana chiqib ketaveradi. Ikkinchi masala, o'sha yerda ana kursalari yer usti ko'prik bor. Nariroqda yer osti tunnel ham qilingan. Agar hozir qaraydigan bo'lsak, bizga birinchi o'rinda piyodalar xavf keltiryapti bizga. Piyodalar xalaqit beradi. Piyodalar ikkita yo'nal, yer ostiga ham qilib qo'yilgan, yer ustiga ham qilib qo'yilgan. Lekin odamlar shundan foydalanmayapti xalqimiz. Bu ham o'sha harakat xavfsizligiga tahdid solyapti, xalaqit beryapti. Endi yo'l harakati xavfsizlik qoidalari ular nizom chiqarida chiqariladi, durustmi? Ya'ni har bir shu jamiyatda жасайды ekanmiz, har bir fuqaro, аңлы fuqaro hamma nizomga bo'ysunushi shart. Ол ishki isdan jeke menchik mapdan kelib chiqqan, ya'ni o'zining qalbi degan zat bo'lmaydi, nizom shengberinde ishlenuvi kerak. Hamma narsa жолдан өтуде, мусор ташлауда бәрібір низамға бойсунады, өзінің тәртібіне де. Жәмет бұқараларда құқық бар жерде мәжбүрият бар да. Соны айтып жатқан. Құқықты білеміз, бірақ мәжбүриятты ұмытып кетіппіз. Мәжбүриятты өзлеріміздің қалеген жағымызға бұрып жатырмыз. Бізге қолай жаққа. Болмаса шу пиядалар өтіш жерде баннерлар ham тұрды, өтілмесін деген да. Шуны көреді, оқ да, бірақ бәрі өтеді. Мүмкін мәселе болады екен, барыбір. Сол зат қылады, жаңағыдай ерінеді. Халқымыз ерінеді, бірақ шу жерден өтеді. Ұштап сұрақ қылсаң, онда жағдайын айтып бастайды, баша алады да. Sherzda ұсылар бойынша да, Фаруға, Тимурға, ұсылар бойынша Көшеде тап мен тұраман. Сұрауымның біреуі сол, Сараев көше, Николай Сараев көше. Мен неше мәрте группа түзілген менің мұражатым бойынша прокуратура тарапынан. Себебі бұрын сектор прокуратура қарайтын еді. Ауа. 9 адам, 11 адам сасында іші топар түзілген. Бізде үйреніп шыққанбыз. Енді қараң, көшенің бір жағында жер жайлар бар. О жерде адамлар тұрмайды, барлығы сауда үшін деп склад қылып алған. Һәм ол жердегілердің енді мен неше процентлігін айтатпайман, өзін-өз бәнтілеген шығар, бірақ налог төленбейді о жерде. Сен сауда істедің бе, будь добр, саған мемлекет шариғат жаратып берді ме, сен мемлекетке налогыңды төле. Енді мен сізге тиісілі затын айта жақпан о жерде барып бүгін үйреніп көріңіз, сұрайман, я орынбасыларын жіберді. Асфальт жол бар, машина өтетұғын. Машинаның шетінде обочина бар, шеттік жол. Міне тротуардан сатып отыра берсін. Бірақ тротуарды сатуға ем болмайды, яқшы сатып отыра берді. Бірақ жолға шығып кеткен. Машин, кеткен машин, шетке машин қою имканияты жоқ. Сауда нұқталар шу, оның іші қой, юлі Көшеде асфальт жолда тұрыпты. Олар тікелей сізге қарасылар. Мәселенде. Енді жаңа жол белгісіне келгенде, оптым тиейді. Кешіресіз, мен сол жерде тұраман көп қабатыл домда да. Сіз өзіңіз келтірің. Мен сол сарсыздықты, мен бағана сұрағаным сол еді. Енді машин келіп, бұлар айтады. Мен зат алып кеттім ғой дейді. Бірақ күніне 1000 машин келеді. Біздер сол жерде тұрып жатырмыз. Имканиятымыз жоқ. Машин базарға келіп, базарда сауда қылады олар, машин жұмысқа келгенде тастап кетіп, кеште 8-де алып кетеді о жерден де. Тек районнан келіп. Енді негізі о жерде оптовый базар магазиндердің тұрғаны қате. Болмау керек. Себебі жилой жерде жилой жерде оптовый базар болмайды. Хат шығарасыздар. Себебі тротуардан зайынтілеп қояды, затларын шығар. Шу бойынша мана yoz olyapti, u bo'yicha biz o'zimiz tegishli shartda tashkil qilamiz, shularga xat Жолдамаларға үйреніп шығып, бойынша хат шығарып. Бір күн, екі күнде болады. Бәрі совместный қылу керек. Бәрі. Кейін машиналарды міне, былай қойып кетеді. Негізі параллель қою керек жолға. Қағида бойынша, дұрыс па? Бұл жерде тек бір ғана жол әрекет қауіпсіздік қызметімен шешілетін мәселе емес та, бұл жерде. Иә, оны біліп отырмын. Мен жол қауіпсіздігіне тиісілі затты айтып жатырмын сіздерге. сіздерге. Базар несі бар? Бұл бойынша шұғыланамыз, оны кейін. Бұл сұрауым қосылып кетті. Енді үшінші сұрауым менің автошколалар бойынша, автодромлар.
Қазір мен мәлімдеме қызметіңіз Тұрсынбаймен бірнеше мәрте сөйлескенмен автодромларды мониторинг қылайық деп. Тұрсынбай, дұрыс па? Себебі жәмешілік қадағалау несінде, шеңберінде автодромларды талапқа жауап бере ме, бермей ме? Мендегі мағлұматлар, мысалға талапқа жауап бермейтін автодромлар бар екен Қарбақстанда. Bizda qayerda avtodrom bor? Yaqinroqqa. Тізімі басқа жерде барлары бар екен. Соны бір үйреніп шықсақ, мен ұсыныс қылып жатырмын. Автодром Imtihon markazida bor, to'g'rimi? Qo'jilda бар. Соларды бір мониторинг. Foydalanadimi? Ellikqal'ada Bo'ston avtooquv maktabi Chimbayda bor. Chimbayda bor. Соны бір үйреніп шықсақ, біргелікте. Бол. Сол автодромға байланысты тағы бір қазір Instagram сайтларында көп, жаңа ғана айтып едім, көп реклама дағаза шығып атырыпты. Машина айдауды үйретемен деп. Бұқаралар тарапынан. Бұқаралар тарапынан. Ава. Сізге тест тапсыруға машинды айдауды үйретемен деп. Пәлен сом, енді сомы айтылмай жатыр, бірақ мен пәлен сағат, бір сағат. Ана фактларыңыз бар ма шу бұл? Инстаграмда бар, Тұрсынбай. Пожалуйста, бармақ көреміз ғой. Школда үйретемен деу керек. Өзі арнаулы машин болу керек қой, дұрыс па? Автошколдың тізімінде өту керек ол. Ана кейін сіз жаңа айтты маған түсінікті техник жиһазланған болу керек. Шынаға фактлар, факатта ұрғетамын деген сөз. Ана тормозы несі пассажир беттеген болу керек қой. Махмұд хан. Сол мәселені бір көріп шықсаңыз. Себебі бұл қазір басылап бір екеу үшеу шығып жатыр, ертең көбейеді ол. Төртінші мәселем, кеше жақында ғана мен каналым арқылы пост шығардым. Штраф стоянкаңыз Гайдың көшесіндегі. Яғни маған келген мағлұмат бар, мен видео мүражетін шығарып едім біреудің. Машиналар сыртта тұрыпты. Стоянкаға кірген машиналар сыртта тұрыпты. Оны маған бір блогер жіберді, түсіндіру, төрде тұрған машинды шығару мақсатында аналарды шығарып тұрдық дейді. Түсіндір алдым ба? Төрде машина тұрыпты, ол шығып кету керек. Бұл 6-шы күнгі болған уақиға. Енді мені қызықтыратын нәрсе, 6-шы күні ол маған чекларын көрсетіп қойыпты. Қайсы банкке квитанцияға төлеген. Кейін оның о машиналардың кілті неғып жүр қарауылдың қолында, я басқа біреудің қолында. Машина біреу айдап шығарды ғой, итеріп шығармады. Мысалға да. Yani onu hususi sektorda xususiy sektorda savol berishingiz kerak edi. Mahmud. Har bitta bu yerdan savollarini yozib olib, ertagasi nazorat qilasiz, tushundingmi? Har bittasini bajarishi o'shanisini. Sonida birgalikda uylanib chiqsaq, sizning xizmatkorlaringiz bilan. Mayli, bemalol o'rganib chiqish. Siz har bitta savolingizni hozir buni tosh egalari beryapti, ular har bittasini nazorat qilib boradi. Endi u xususiy stoyanka u, jarima maydoni u. Onu egasiniga aytishingiz kerak, savol berishingiz kerak. Nimaga mashina deyapsiz? Balki o'sha ichkarida stenkada avariy mashinalar turibdi, yana boshqa ro'yxat bo'yicha qo'yilgan narsalar bor. O'shalar mashinani olib turib, olib chiqayotgan bo'lishi mumkin. Yo'q, sizning adim praktika xizmatkeringiz bilan birgalikda monitoring qilib chiqsaq tag'i bir marta. Siyimligi, talabga javob berimi, bermaymi? Ya'ni shartnoma bor sizlarning orangizda. Endi biz xususiy yana stenkada tekshish, yana vakolatimiz yo'q. Men shartnomangiz bormi sizlarda? Yo'q, shartnoma yo'q, u narsa yo'q. Bu shuning uchun bu soliq bilan ombudsmandan ruxsat so'raymiz. Buni o'sha soliq organlarimiz, soliq emas, ombudsmandan ruxsat so'raymiz, monitoring qilaylik. Men просто ұсынысым. Mayli. Keyin tag'i birden kelib chiqadi evakuator masalasi. Hozir Farahadbek akamizning so'zimiz bir yerdan chiqadi, evakuator mashinalaringiz. Ja Farahad aytib o'tiribdi, kilometraj shengberinde төлейтін бажы пулы o'zi nesi бар. Endi mening aytacağım, sizlerde jeki menchik evakuator бар. Бар да, men ko'rdim o'zim. Bizlerдің dvorga kirdi bir marta. Сөйтіп звонок etib, ana nesi kabinasында жазылған номерге звонок etсем, o'zi шопырдың өзі көтеріп тұр да. Енді жеке меншік машина ол. Біріншіден эвакуатордың бәрінде терминал менен тәминленген болу керек деп ойлаймын. Себебі имкан беру керек штраф төлеушіге, нақты төлесін пластикпенен имканияты болу керек, һәм сол эвакуатордың счеты болу керек деп ойлаймын, есап беті. Бәлкім банкке барып төлеп келеді ол. Шерзат Набиевич, біздер тараптан сұрау берілді, яғни айтacağım жәмешілік белсенді тарапынан
жамешілік қадағалау тарапынан деп есептесаңыз да, тек блогерлар емес. Енді соның жауабын беру сіз тараптан, жауапты қадағалау біздерден тағы. Сіз қазір берген сұрауларыма жауап беретұғын сіз өзіңіздің орынбасарларыңыз бола ма, тиісті қанегейлеріңіз айтып жатырсыз. Мен солардың контакт телефонларымен алмассам, солардан сұрап тұрсам, ең қызық жері менде тағы бір пост шықты. Бір жағынан күлкілі, бір жағынан аянышылы. Радар бойынша. Қарызөкте müracaat келді. Радарды үстінге қойып атырыпты. Жақтыландырушы үстінге. Қызық жері ол нені радарды экскаватордың ковшына мініп қойып атыр ал. Бұны қалай нетеміз? Техник қауіпсіздікті, жол қауіпсіздік қызметі бола ма? Kim o'shani qo'yatadi? Kimlar o'rgatadi? Ayt kim qo'ygan? 190 bo'yicha o'rnatilgan bu. Kim o'rnatgan? Endi bas tushundirib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 4-aprelda 190 son qarorining 4-bandi G punktida ko'rsatilgan. Ya'ni rayon hokimiyat tarafidan o'zining hisobidan fotoradar moslamalari o'rnatib huquqi berilgan. To'g'ri. Ham bu bo'yicha yo'l infratuzilma ham sonlashtirish bo'yicha salqinlanib deb ko'rsatilgan tushgan. Sol bo'yicha olgan endi bu yerda fuqarolar bilan sol bo'yicha suddan ham chiqib keldim. Taqadashlar radar ham shunday qo'yilgan. Железный бетонный стойка qo'yilgan, ya'ni temir beton stolga qo'yilgan. 190 son qarorda tek 4-bandida o'rnatib huquqi berilgan, qaysi tartibda o'rnatib ko'rsatilmagan. Bu aziz fuqarolar adasadi. O'zbekiston Respublikasi Ministerlik kabinetining 2232 sonli qarori bor. Ya'ni tadbirkorlarga fotoradar o'rnatib ruxsat berilgan. Temir ustunga. Bu yerda temir ustunga o'rnatib ruxsat berilgan. Bu yerda adam bo'lsa bog'ashiga, yag'ashiga polni ko'rsatilgan. Konkretno ko'rsatilgan. Qanday radar qo'yiladi, qanday parametrda, qanday stoykaga, necha metr G obraz, Y obraz, P obraz deb bu tadbirkorlarga to'liq tushuntirilgan. Ya gap qo'yuvda emas, gap ekskavatorda qo'yuvda. Ekskavator bu yerda men edim apa. Bu yerda men edim apa. Ekskavatorda men edim. Sebebi ularga hokimiyatning radarlarına gay xizmat ko'rsatadi. Sebebi topshirilgan. Sebebi hokimiyatda radarda tushunadi ham ular texnik xizmat ko'rsatadi. Xodimning bo'yi yo'q bizlarda. Sizlarda gayda axborot texnologiyalarning sertifikat olingan, sizlarga xizmat ko'rsatasiz degan. O'sha shunday случай bo'ldi. Radar sertifikatdan o'tib keldi. Sertifikatı islendi, radar ekskavator suv topshirmasi berildi. Bargan кезде evakuator 5 kishi nasaz bo'lgan ekan, nukusga oldirilgan ekan, shu ko'zda жаңағыдай жағдайда қойылды. Енді сіздің талабыңызда, өзіңіздің орындау вазифаңызда, вакалатыңызда қолға түскен техникамен қойылсын деген жері бар ма? Қолға түскен деген. Яғни экскаватор бола ма, ол жерде ешік арба бола ма, сіздер табылған техникамен қойылсын деген жер бар ма? Я болса сағат, Шерзат Набиевич, мына бұяға айтып жатыр, радарға сертификат алып келді. Сол сертификат алынғаннан басылап 10 сағат ішінде, 5 сағат ішінде қойылсын деген жері бар ма? Яқшы нүкіске кеткен екен эвакуатор ма, жаңа көтеретұғын машина. Ал келуге сол ертеңіне қоюға, я болса Шымбайдан машина алдыруға болмай ма? Ковшта тұрыпты да, экскаваторның ковшы бар ғой. Сода тұрып, істеп атырыпты. Yaxshi, bu bo'yicha chora ko'riladi. Yana nima savollar bor? Менде сұрауларым болды. Рахмет сәубетіңіз үшін.